Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге профкаст және мен Сабина. Бүгін бізде қонақта Әлихан Бөкейхан университеті гуманитарлық факультетінің филология кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымының кандидаты Ахманова Ғалия Рахметоллақызы. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Келгеніңізге көп рахмет. Бізге Наурыз мейрамы жөнінде айтып бере аласыз ба? Бір кезеңде қазақ даласында тойланбай кетті деседі. Сол жөнінде. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Жалпы Наурыз әлемдегі көне мерекелердің бірі. Наурыз мерекесін жаңағы әртүрлі ғылыми дәлелдемелерге сүйенетін болсақ, парсы елдерінде 5000 жыл мөлшерінде тойланып келген. Бірақ бізде 1926 жылдан бастап тойланбай қалды. Ондағы себеп кеңес үкіметі кезінде бұл Наурыз мерекесін діни мереке есебінде санады. Яғни бата беру, Құран оқыту, сол сияқты жаңағы құрбан айт, ораза, міне осының бәрі діни исламға байланысты деп, соның ішінде Наурыз мерекесінде діни ислам мерекесі деп алып тастады. Сондықтан тойлауға тыйым салды. Сол 1926 жылдан бастап тойланбай қалды. Бірақ 1988 жылы ақпан айында жаңағы осы Наурыз мерекесін қайта елге қайтару, халыққа қайтару туралы үлкен сөз қозғалды. Бұл үлкен үрдістің басында орталық комитеттің хатшысы Өзбекәлі Жанбеков, ақын Мұхтар Шаханов, әдебиеттанушы Рахманқұл Бердібаев тұрды. Сол кісілердің ұйғарымымен соңынан қазақ халқының көптеген мыңдаған адамдарының жазған хаты арқылы орталық комитеттің басшысы Колбинге кіріп, осы Наурыз мерекесін қайтадан қайтару туралы сөз болды. Сөйтіп 1988 жылы Наурыз мерекесі мейрамы қайтадан оралып, Алматы облысында, Алматының Горький паркінде бәленбай мыңдаған халық Наурыз мерекесін тойлап кетті. Содан 2009 жылы ЮНЕСКО бұл адамзаттың материалдық емес Наурыз, бұл мәдени мұра мәртебесін кіргізді. 2009 жылы бұрынғы болған Нұрсұлтан Әбішұлы бұл мерекені Наурыз мерекесі деп 21, 22, 23 наурызды халықаралық Наурыз мерекесі деген мәртебе берді. 2010 жылы бұл жаңағы Наурыз мерекесі туралы толық тойлану керектігі жарияланып, сол 2010 жылдан бастап Наурыз мерекесі осы уақытқа дейін тойланып келе жатыр. Ал бұл мерекеге дайындықты қалай жүргізу керек? Кейбір адамдар арасында енді сөз жүреді ғой. Соның ішінде 3 күн бұрын, мысалы, барлық өкпе-ренішті ұмытып, жаңа жылға бір қадам басу керек деген ойлар бар. Негізінен дайындықты қалай жүргізу керек? Енді бұл жаңағы қазақ халқының Наурыз мерекесі жыл басы деп есептелінген. Бұл біздің жыл басымыз, яғни 21-22 наурыз күн мен түннің теңелетін күні дейді. Жалпы бір аңыз дейміз ғой, деректер бар. Сол 21 күні бір гүл естіледі дейді. Оны қойшылар, қой бағып жүрген қойшылар естиді дейді. Сол бұл жұмақтан шыққан гүл дейді. Бұл гүл шыққан күні 21-ші, айналаның бәрі, табиғаттың бәрі өзгеріп, барлығы жаңарып, кереметтей бір жақсы көзқараста болып адамдар бір-біріне жайма шуақ күн болып, сондай бір рахатқа, соңғы күн адамдарды рахатқа, шаттыққа, сезімге бойлататын күн екен дейді. Міне сол, өйткені сол күні барлық тіршілікке жан бітеді. Жан-жануар, жәндіктер, гүлдер бәрі қыстай мұз құрсауында жатып, сол 21 наурыз күні бәрінің өміріне бір діріл пайда болып, қайта жаңғырып, қайта өмірдің есігін ашады деген дүние бар. Сондықтан 21-22 наурыз күні күн мен түн теңеліп, күн ұзарып 23-нен бастап, сөйтіп Наурыз мерекесі жылбасы болып есептелінген. Бұл Наурыз мерекесіне дайындық қалай жүргізіледі? Дайындық
отан отбасынан басталады деп, отбасынан басталады. Әркім өз үйін, о кезде енді қазіргідей емес қой, сылап, айналасын сыпырып, қора қопсыны тазалап, барлықтары сол Наурызға жақсы жаңа киім киюге, ескі киімдерін жаңағы ырым бойынша барлық жамандылық осы ескімен кетсін деп өртеп деген сияқты, бұлақтың көзін ашып, ағаш отырғызып, осындай жаңағы әрекеттермен 3 күн бойы жұмыс жасап, 21 Наурыз күні барлығы бір адамдай бір-біріне қауышып, қуанысып, көрісіп, құшақтасып, қыстайғы сақтаған жаңағы жылқыдан, соғымнан қалған сыбағаны ортаға салып, Наурыз көжесінің ең үлкен дәстүрі Наурыз көжелерін пысырып әкеп, бәрі бір-бірімен шат-шадыман күліп ойнап сол күні өмір сүреді екен. Адам болғаны ренжімей тұрмайды ғой. Адамдардың арасында болып жатқан реніш, сол күні бәрі реніштерін ұмытып, кешірім жасайды. Міне сол Наурыз мерекесі күні осы дүние жүзеге асады. Ал мейрамның өзінде өзімізді қалай ұстау керек? Мейрам күнін қалай өткізу керек? Мейрам күнін енді жаңағыдай айтып кеткендей, әр адам өзінің бойын тазалап, бойымен қатар ойын тазалап, жүрегін тазалап, бәрі бір-біріне деген адамгершілік, жанашырлық қасиеттермен бір-бірімен қауышып, құшақтасып көрісу керек деп ойлаймын. Өйткені мына Ақтау, Маңғыстау елдерінде 14 Наурыздан бастап Наурызды тойлап кетеді. Бұл алғашқы 14 Наурызды көрісу күні дейді. Яғни алыстан, ат-арбамен, туғандарын, туыстарын іздеп, бәрі сол жаңағы өздерінің сәлем сауқатымен бір-бірімен келіп, көрісіп, құшақтасып жатады. Ал қазіргі таңда бізде әр нәрсе жаңарып жатады. Мысалы, дәстүрдің өзін жаңартып, өзгертіп жатады. Осы мерекені тойлау барысында ұмытылған салт дәстүр немесе тойлау қағидалары бар ма? Әрине осы Наурызда енді көптеген әлі де қолға алынбай жатқан салт дәстүрлер бар. Олардың бірі айтар едім, сол Наурыз мерекесін тойлап жатқанда үлкен кісілер емес, сонымен қатар жастар да сол Наурызға бір кереметтей бір қуанышпен, құлшыныспен кіріседі. Себебі жас болғаннан кейін өзінің жақсы көрген, ғашық болған адамы болады, ғашық болған қызы болады, қыздың ғашық болған жігіті болады деген сияқты. Сонда осы жастардың арасында үйқашар, селт еткізер деген жаңағы салт дәстүріміз бар. Селт еткізеріміз қандай бұл? Қараңғы түнде өткізбейді бұны. Күндіз өзінің жақсы көрген қызына жаңағы қазақтың білезігін, сырғасын, алқасын сыйлайды. Сонда жаңағы өзінің сезімін білдіреді. Сонда қыз жаңағы өзінің жақсы көріп тұрған, ғашық болған жігітті дүниесін алғанда селт етіп, жүрегі дір етіп, өзінің сол жігітке, яғни сезімін білдіреді. Ал енді қыздар сол күні үйқашар деген тамақ жасайды. Үйқашар деген өзінің қолынан келетін дәмді тамағын жасап, сол күні әрбір қыздар өздері сол ортаға салып, мынау мысалы Айнұрдың үйқашары, мынау Айнұрдың үйқашары деп соны жеп, бәр жастар мәз-мәйрам болады. Бұл яғни қыз баланың тамаққа деген ебін, қыз баланың көрген тәрбиесін, бүгінде бар ғой, сүйіктімнің сүйген асы деп. Сол кезден қалған дүние болар, сол сүйген асын жегізіп, яғни өзінің өмірге, болашақ бір жерге барып, сол жерді бақытты қылып, жар болуға, ұрпақ таратуға дайынмын деген сияқты ішкі жан дүниесін білдіреді. Бұл дүниені біз көп қолға алмай жатырмыз қазір. Иә, алайда осыны бүгінде бәрі көріп естігеннен кейін соған деген бір құлшынысы мен ізденісі артады деген ойдамын. Және бағана көрісу күні деп кеттік. Қазіргі таңда жаңа форматта тойланады деп жатыр Наурыз мейрамы, яғни 14-нен 23-і көлемінде. Көрісу күні бар, ынтымақ күні бар арасында, сол туралы айтып кетсеңіз. Енді былтырғы жылы Мәдениет және ақпарат министрлігі осы Наурыз мерекесін 10 күн бойы тойлауға
бұйрық шығарған болатын. Біз яғни жаңару дегеніміз соны жаңаша тойлап жатырмыз. Яғни 14-ші көрісу күні болатын болса, онан кейін жаңа қайырымдылық күні дейді, бір-бірімізге көмек көрсету мақсатында. Онан кейін салт дәстүрді көрсету күні болады. Онан кейін спорт ойындары дейді, онда қазақтың ұлттық ойындары, күрес, жаңағы күрес өтеді. Онан кейін асық ойнау болады деген сияқты, сондай ойындар, ат жарысы болады деген сияқты, тоғызқұмалақ ойындары, тағы басқа ойындар өткізіледі. Онан кейін тағы да жаңа тазалық күні өтеді. Бұл енді тазалық күні міндетті түрде тал егіледі, айналаны бәрі тазалайды деген сияқты. Сонан кейін ұлттық киімдерге байланысты өзіңіз киіп отырған сияқты міне сол күні белгіленген бір күнде ұлттық киімдерді киіп, қазақтың ұлттық қыз жігіттерінің киімдерінен көрме ұйымдастырылады деген сияқты. Салт дәстүр күні болады. Әр жаңағы мекемелер, әр отбасы келіп өздерінің салт дәстүрлерін, қолдан тігілетін жаңағы қазақ бұйымдарын, текемет, сырмақ, алаша, көрпе деген сияқты дүниелерді көрсетіп, сондай үлкен көрме өтеді. Осылай 10 күн бойы әр күнде әртүрлі іс-шарамен Наурызға дайындық жұмысы басталып кетеді. Ал бұл іс-шараларды дұрыс деп санайсыз ба? Қазіргі таңда осы Наурыз мейрамына қатты дайындық жүргізеді, осының барлығына сіздің көзқарасыңыз қандай? Мен бұндай көзқарасым өте жақсы, өйткені адам таза болу керек. Өзі таза болатын болса, айналасы таза болатын болса, әркім бір-біріне қарап түзеледі. Сын түзелмей, мін түзелмейді дейді ғой. Екінші, тазалық ол жаңа айттым ғой, ойың, жүрегің таза болатын болса, сенің бойыңда адамгершілік қасиет болады. Екінші, ұлттық жаңағы әртүрлі салт дәстүрлер, ұлттық біздің мәдениетіміз, ұлтымыздың рухани құндылығын біздің жастарымыз біліп өсетін болса, ұлтқа деген жаңағы жанашырлық, ұлтқа деген сүйіспеншілік, ұлттың тілі, ұлттың дәстүрі, ұлтқа деген патриоттық сезім оянады. Неге мен қоштамасқа бұны? Сондықтан бұл өте қуаныштымын. 10 күн бойы осындай іс-шаралар өтетін болса, жастарымыз бізден осыдан үйренеді, осыдан нәр алады, ары қарай ұрпақ жалғастығы болады деп ойлаймын. Ал келе жатқан мерекелер қарсаңында бір құттықтау сөз бола ма? Студенттерімізге, оқытушыларымызға не дейсіз? Не тілейсіз? Бүкіл Қазақстан халқына Наурыз мерекесі құтты болсын. Наурыз мерекесі өміршең болсын деген тілегім келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әр жас біздің болашағымыз, жастарымыздың болашағы жарқын болсын. Әр оқушы, әр еңбек етіп жатқан адамның дені сау болып, өзінің мамандығының иесі болып, саналы түрде меңгеруге тілектеспін. Әлихан Бөкейхан университетінің ұжымын, басшыларымызды, студенттерімізді, оқытушыларымызды Наурыз мерекесімен құттықтап, Наурыз әрбір күніміз Наурыздың мерекесіндей бір-бірімізге қуанып, шаттанып, құшақтасып, қауышып жүруге, бір-бірімізге көмек жасауға, сыйласымды болуға мен тілектестік білдіремін. Бүгін келгеніңізге көп рахмет. Көрген барша жандар өздеріне қызықты әрі қажетті ақпарат ала алды деген ойдамыз. Келесі кездескенше мереке құтты болсын.